Балалар, мен сендерге бүгін құртты қалай істеу керек екенін үйретемін, иә? Қайдан шығатын екенін айтамыз, иә? Құртты шығару үшін бізге мінекей сүт керек. Бұл сүтті ашытамыз, ол сүт ашиды, содан кейін барамыз да оны сүземіз. Бір ыдысқа құйып сүземіз. Сосын сүзген кезінде бізде мынандай сүзбе құрт шығады. Сүзуге де болады. Сосын бұны пісіріп алуға да болады балалар құртты, иә? Ардарын оң қолдарын аласыңдар да, мінекей қолдарымен мынандай қысып. Бүйтіп қысасыңдар, мінекей, көрдіңдер ме? Бүйтіп қысқан кезінде мінекей құрттар мынандай болып шығады. Соны мінекей былай қоямыз. Мына оң қолдарын аласыңдар да, мінекей, бүйтіп қысып құрт істеп көріңдерші балалар, көрсетіңдер. Кәнекей, ала ғой, ха? О, ана қараңдар, әлия қалай күшті істеп жатыр. Тебізіп қолым тайдай ойнаған жері. Ей, ақау сабыз, ұшырдым ұясынан балап аңғаза. Ақау сабыз, ұшырдым ұясынан балап. Құрт істеу оңай, иә? Мамаларыңмен осылай құрт істеуге болады үйде. Құртты біз неден істейді екенбіз? Сүттен істейді екенбіз. Ал сүтті қайдан аламыз біз? Сиырдан алады екенбіз. Кәнекей, құрт істеу сендерге ұнады ма, балалар? Мамаларыңа үйге барғанда айтасыңдар ма аналарыңа? Құрт істеу білетіндеріңді айта аласыңдар ма енді? Ой, рахмет балалар. Сендер әдемі құрт істедіңдер. Ұнады.